Сәлем достар, мен сіздерге қазір толғақ кезінде қалай демалу керек, соны көрсететін боламын. Ең бірінші, толғақ қатты қысқан кезде терең дем алып, демді жинап алып, кейіннен оны жайлап шығарамыз. Қазір мен сіздерге өзім жасап көрсететін боламын. Бірінші терең дем аламыз. Шығарамыз. Яғни біз терең дем алған кезде барлық демді ішімізге жинаймыз да, одан кейін демді мұрыннан төмен қарай, ішке қарай жібереміз. Сол кезде балаға да ауа баратын болады. Қараңыздар, тағы бір рет көрсетемін. Міне осылай дем алатын боламыз. Толғақ қатты қысқан кезде осылай дем алсаңыз, жаңа толғақ қысқан жеріңіз де жеңілдейді, өзіңіздің де туыңызға оңай болады. Толғақ қатты қысып, жаңағы бала туыға жақындаған кезде де осы демалыс түрі дұрыс болады. Одан кейін осылай бала туылып жатады ғой. Бала туылып жатқан кезде осылай дем алып, дем жіберіп, күшеніп баланы туамыз ғой. Сол кезде жаңағы тағы да демалыс түрі бар. Ол жаңағы былай баланы туып жатқан кезде күшеніп, былай бүйтіп күшеніп туамыз ғой, былай бар демімізді төмен қарай жіберіп. Сол кезде жаңағы акушерка айтады, болмаса гинеколог айтады. Күшенбе дейді. Сол кезде күшенбе деген кезде біз собачка деп аталады. Тек қана сол жерінде ғана сол демалыс түрі жүреді. Мысалы, деп осылай дем аламыз. Ол собачка деп аталады демалыс түрі. Осылай дем алсақ, жаңағы кішкене баланың қысылуы жеңілдейді. Дем алма, не тушься деп айтады ғой. Гинеколог, врач болмаса жаңағы акушерка. Сол кезде ғана осылай дем аламыз. Ал қалған жердің барлығында терең дем алып, бағана көрсеткенімдей, кейіннен жайлап оны ішке қарай шығарып жібереміз. Одан кейін толғақты басатын тағы да бір өте көп әдістер бар. Ол мысалы баклажка алып алып, ішіне жылы су құйып, сол толғақ қысқан жеріңізге бастаңыз да болады. Көбісінің мысалы бел ауырып бастайды. Толғақ қысқан кезде, бел ауырып бастаған кезде баклажкаға жылы су құйып, арт жағыңызды ысқыласаңыз болады. Болмаса бір массажный заттар болса, сонымен арқаңызды ысқыласаңыз болады. Егер іш жағыңыз ауырса, онда іш жағыңызды жайлап қолыңызбен былай төмен қарай уқалап жіберсеңіз болады. Жай уқаласаңыз, сол кезде де толғақты басады. Достар, егер мен видеом пайдалы болса, ұнап жатса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.